Бисмиллахиррахманиррахим. Абайдың әуелі дін ислам жолындағы пенделер иманның ақиқатын білсін дейтін сөзі бар. Құран сөзінде күллі әлемге биліктің ақиқатын Алланың өзі айтады, оған үкімді өзі шығарады. Барлық қауымды өз қалауымен ғана ақиқат тура жолына түсіреді. Оларды өз әмірімен ғана надандықтан жарыққа шығарады. Ислам ғалымдары соның себебінен ислам дінін Алланың жанындағы қақ діні деген. Құран сөзіндегі Алла сөзінің ақиқатын бекіту, Алланың білгеніне иман келтіру, Алланың қалауымен өзінің қалаған елінен қалаған адамына өз уақиы арқылы, өз марқабатымен, ұлы мұғжизасымен беріліп, жерден өз жәрдемімен ғана жүзеге асады. Мұғжиза Алла тағаланың жоғарыдан болатын жәрдемін жерден дәлелдеу, Құранды жерге шындықпен түсірген дейтіні сол. Ислам әлемінде жалпы адам баласына жоғарыдан болатын Алланың жәрдемі ұлы жиқат деп аталады. Құран сөзінде жоғарыдан келетін Алланың жәрдемімен әміріне жұмылу Жұма сүресінде айтылған. Онда жер бетін жаманшылықтан тазартатын, барлық қауымға кітаптағы даналықты үйрететін, оларды ақиқат тура жолына түсіретін бір пайғамбардың келетіндігі айтылған. Құранда Алла тағала өз марқабатын, яғни жарылқауын қалаған адамына арнайды деген. Абай Алланың марқабатымен болатын құдірет, ғылым мен рақым деген. Ақыр заман уақытысына лайық Алла тағаладан жалпы адам баласына берілетін ғылым, Алланың хикметі мен үкімінен тұратын Әл-Фарабидің жүрек ілімін жалғастыру, Алла тағаладан жалпы адам баласына болатын рақым, дүние тіршілігіндегі адам өмірін жақсылықтан бастау. Құранда жақсылықтың иегері Алла, қазақта жүрек сөзі Алланың бірлігін білдірген. Әл-Фарабидің жүрек ілімі Құран сөзіндегі Алланың хикметі мен үкімінен тұрады. Құран сөзінде білім адамға екі бағытта беріледі. Бірі ғақыли, екіншісі ладуни. Ғақыли кәдімгі жоғарғы оқу орындарында оқып білім алуың. Ладуни Алла тағаладан қалаған адамына рухани байланыс арқылы өз марқабатымен берілетін білім. Қазақ елі рухани байланысы үзілмеген Алланың қалауындағы қасиетті ел. Абайға білім, рухани байланысы үзілмеген қазақ елінің бойындағы қасиеті арқылы атадан балаға берілген даналық. Абайдың мың мен жалғыз алыстым кінә қойма, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла дейтін өлеңіндегі жұмбақтың шешуі, Абай Құран сөзіндегі Алланың хикметі мен үкімін өлеңмен жеткізген, Алланың хабаршысы дүниеге келген нәби пайғамбар болатын.